Дененің механикалық қозғалысын, оны тудыратын себептерді ескермей зерттейтін механиканың бөлімі. Теориялық сұрақ. Теориялық сұрақпен біз теория база, параграфтар рейтингі деген ұйымдастырып жатырмыз. Бұл 9-шы сыныптың кітабында жазылған. Енді дұрыс жауабы кинематика болады. Себептерді ескермей зерттейтін механика бөлімі кинематикада, а себептерін ескеріп зерттейтін механика бөлімі динамика деп аталады. Енді мына кітапқа барайық. Міне физика 9-шы сыныптың кітабы. 9-шы сыныптың кітабында бізде механика туралы айтып бастайды. Мінекей мазмұнын қарайтын болсақ, кинематика негіздері, механикалық қозғалыс, мінекей. Сонда осы 6-шы бетті қарайық. Мінекей. Мен жазып тұрмын, мінекей. Механикалық кинематика денелердің массалары мен өзара әрекеттесу күштерін ескермей, оларды қозғалыстарын зерттейді. Динамикада жазылып тұр, ескере отырып. 3-ші бөлім бар, статика. Механиканың сол 3 бөлім: кинематика, динамика, статика. Сонымен мына тарау бізге біздің рейтингімізге қосылады. 9-шы сыныптың 1-ші параграфы ғой. Сонда мен мынаны 9-шы сынып нешінші бет бізде? 6-шы бетте жазылып тұр. 9-шы сынып 6-шы бет деп сақтап қоямыз. Мына тарауды бір оқып шығыңдар, толығымен оқып шығыңдар, өйткені бұл тараудан басқа да сұрақтар келеді міндетті түрде. Сонымен мынаны біз теория база, міне 9-шы сынып, яққа жазамыз, міне 9-шы сынып, Башарұлы, 1-ші тарау, механикалық қозғалыс деген тарау, мінекей. Механикалық қозғалыс. Осыдан бізде бір сұрақ келді, мінекей. Жаттаймыз енді, қалай болғанын жаттаймыз, және мына тарауды толығымен оқып шығамыз.